Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге карстердің чанчхи деп аталатын ыстық тағамдардың бірі фунчоза салатының дайындалу тәсілін көрсетемін. Бұл салатты әркім әрқалай дайындайды. Біреулер майсыз тартылған етпен дайындаса, кейбіреулер қара кесек етпен де дайындап жатады. Бүгін сіздерге тауықтың етімен жасалу жолын көрсететін боламын. Дайындап көріңіздер, өте керемет болады. Менің арнама жазылып, лайк басып қолдауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен көкөністерді дайындап аламыз. Қайнатылған тауықтың еті және де түрлі дәмдеуіштерді салып дайындаймыз. Және ең бастысы фунчоза. Ол 2 бауын алдым мен бір пачкадағы. Осының өзі біразға жетті қыздар. Жасап көріңіздер, барлығын қосып 4-4-еуін қосып дайындасаңыздар, бір қонақты атқаруға жетеді. Қайнаған суға салып, батқанша 10-15 минут қойып қоямыз. Сосын тауықтың қайнатылған етін ұзын-ұзын қылып турап алуымыз қажет болады. Турап аламыз және де осы кезде табаға майымызды құйып қойсаңыздар да болады сіздер. Мен сіздерге көрсету үшін әрқайсысын бөлек-бөлек турап жасалу жолын сіздерге көрсетемін. Тауықтың етінен кейін сәбізді осылай өткізіп аламыз қырғышымыздан. Осылай өткізіп болып, оны да бір тарелкаға салып қоямыз да. Сіздер табаға майды құйып, тауықтың етін салып, сосын өткізіп, тауықтың еті піскен соң сәбізімізді салып дайындасаңыздар да болады. Енді пиязды тураймыз, ұзын-ұзын етіп, бұны да соломка сияқты. Болгарскийімізді де тура солай соломка етіп турап алуымыз қажет. Енді майды құйып, табаға тауықтың етін саламыз. Ол қызарып піскенше қойып қоямыз. Үстінен сәбізімізді саламыз. Пиязды және де соломка етіп туралған болгар бұрышын салып, жақсылап араластырып, майға қызартып пісіріп алуымыз қажет. Қатты қуырып та жібермейсіздер. Майға үстіне сосын күнжітті саламыз. Және де жемшемді салсаңыздар болады. Немесе соевый соусты да салуға болады. Мен осы жемшемді салғанын жақсы көрем. Сондықтан да осыны қолданып жатырмын. 15 минуттай қуырып алдым, қыздар. Енді бұл дайын болды. Біз фунчозамызды қайнақ судан енді шығарып алуымыз қажет. Енді басқа ыдысқа фунчозаны сүзгіге немесе дұршылаққа салып, суын сырқып, сосын екінші ыдысымызға ауыстырып алуымыз қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен сүзгімен фунчозаны судан шығарып алып жатырмын. Қыздар, егер видео пайдалы болса, арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің салған видеоларым сізге уведомление болып барып тұратын болады. Судан шығарған соң қайшымен 4 жағынан кесіп аласыздар. Сосын қиярды турап аламыз. Оны да солай соломка етіп тураймыз. Қызанақты да турап алуымыз қажет, соломка жасап. Кейбіреулер қызанақ қоспайды, бірақ мен қосқанды жақсы көремін. Енді укропты да турап, сарымсақты да ұсақтап турап, немесе қырғыштан өткізіп қоссаңыздар болады. Фунчозамыздың үстіне осы туралған көкөністерімізді саламыз және де бағанағы тауық етімен майда қуырған көкөністерімізді салып, енді үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз. Осындай сельдерейді мен жапырақтан жұлып салып жібердім. Қара бұрыш, қызыл бұрыш және де универсальный приправа дәміне қарай тұз салып араластырамыз. Мен барлық салаттарға негізі универсальный приправаны қолданғанды жақсы көрем. Әдемі болып шығады да салаттар. Немесе фунчозаның өзінің приправасы да бар, оны қоссаңыздар да өте керемет болып шығады. Барлығын араластырамыз және де осымен біздің салатымыз дайын болады, қыздар. Көк пиязды бетіне сәндік үшін қолдансаңыздар болады. Осымен біздің салатымыз дайын. Дайындап жатсаңыздар лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.